Мұхтар Әуезов, Көксерек. Қарадырдың қарағанда сайы елсіз. Айналада қабат-қабат шұбар адырлар. Жақын төбелердің барлығын аласа боз қараған, тобылғы басқан. Сай бойында май айының салқын лебесет. Бастары көгеріп, бүрленіп қалған қалың қараған жел лебімен сыбдыр-сыбдыр қағып, теңселіп, ырғалып қояды. Маңайдан жуалардың, жас шөптердің иісі келеді. Ұзын кең өлкені қаптай басқан қарағанның ортасында терең, құр жар бар. Соның бас жағында итмұрынды қалың жыныстың арасында қасқыр үні бар. Жақын елге мәлім ескін. Жазға салымнан бері соны екі қасқыр келіп мекен етті. Бұрын итмұрын жанындағы кішкентай алаңда кеңдігі кісі сыйғандай үш үлкен үн болатын. Биыл жас топырағы жағасында дөңкейіп, тағы бір жаңа үн шыққан. Бәрінің ауданы бір, жер астынан қатынасы бар. Маңайы қасқырдың ойнағы. Жас шөптер басылып, тапталып қалған. Жақындағы қарағандарға қасқырдың ақ жүндері көрінеді. Қыстан қалған түбіті қазірде әр жерде сөйтіп жұлынып қалып жүр. Індердің орта жерінде екі қалың сасыр шайқалып өсіпті. Қазірде соның түбінде қысқы жүні әбден түлеп болмаған ақ қасқыр жатыр. Бауырында кішкентай көк күшіктері қыбырлайды. Жарқыраған қызулы күн бойын ертеді. Көзі бір сығырайып ашылып, бір жұмылып қалғуға кетеді. Иеген емшектері жыбыр-жыбыр тартылады. Төбесінде сасыр шайқалып ырғалады. Маңайдағы қараған мен итмұрын бастары қозғалақтайды. Бір мезгілде бас жағынан сатыр-сұтыр, сырт-сырт сынған ши, тобылғы, қу шөпшектер дыбысы келді де, есін жиғанша бірдеңе басынан тасырлатып келіп қалды. Атып тұрды. Бауырындағы көк күшік шашылып төгіліп, ұмар-жұмар домалап қалды. Тұрғанда арс етіп, азу тістері ақсиып, ырылдай түрегелді. Дәл сол кезде түп қарағаннан аса бере алдына жас қызыл қозы топ ете түсті. Соның артынан секіріп шыққан көк шолақ, ентіккен, көбік аққан тұмсығымен ақ қасқырды айнала иіскеп, әр жерін жылап алды. Содан соң жерде үйелеп қалып, тыпырлап жатқан қозыны көре сала ыр етіп бас салды. Қозы екі қомағай ауыздың кергісінде қан жоса болып дар-дар айырылды. Сырт-сырт етіп жас сүйек сынды. Қапаш-құпаш, қорқ-қорқ етіп қомағай қандауыздары асайды. Тұмсығымен бастары, мойын жүндері қып-қызыл болған қасқырдың жасыл көздері от шашады. Аз уақытта екеуі қозының орнын ғана иіскеп қалады. Енді біразда көк шөпте әрлі-берлі аунап-аунап, керіліп тұрып, жегендерін құса бастады. Алдымен туған, көз ашылған күшіктер жемденіп жатыр. Ең соңғы туған екі күшік бауырын көтере алмай тырбаңдап жатыр еді, енді оларды бауырына алып емсе бастады. Ертеңіне түсте жат иіс шықты. Алыстан әлде қандай дабырлаған дауыстар естіліп, жақындап келе жатты. Күшіктерді жоталарынан тістелеп, індерге тығып-тығып тастап, ақ қасқыр қараған ішіне кірді. Ін үстіне мүйіз тұяқтар тасырлап, дүбірлетіп келді. Айқай дабыр молайды. Бір үстіне бірі келіп жиын көбейді. Жерге ат үстінен тастаған ағаштар сарт-сарт түсіп жатты. Ін аузына екі аяқтылар жыбырлады. Көргіш көздер үн түбіне қадалды. Күшіктер бір үстіне бірі үйеліп, бауырын көтеріп қабырлай алмай жақын жерде жатыр еді. Жып-жылы мықты тұсаулар мойнынан, жотадан ұстап, бар күшікті сыртқа алып шықты. Жеті күшіктің бесеуін көздеріне қарап отырып өлтірді де, екі кішкенесін тірі қалдырды. Кетерде бұның біреуінің тірсегін қиып қалдырды да, екінші біреуін ең кенжесін алып жүріп кетті. Қалған жалғыз күшікті тістелеп алып, екі қасқыр жоқ болды. Үн қаңырап қалды. Осыдан соң бір жұма бойы маңайдағы ел күндіз түні у-шу болып жатты.
Қой жараланды, қозы алып қашылды, бұзаулар өлтірілді, далада құлындаған биелердің бірнеше құлындары желінді. Тұтқын болып кеткен көк күшік ауыл тұрғыны болды. Көзін ауылға келгесін 2 күннен соң ашты. Жұрт асырауға көнеттесті. Кішкене Құрмаш Көксерек деп ат қойды. Ертеңді кеш айналасынан шықпайды. Өзіне жеке ас құйғыш итаяқ әзір болды. Бауырын көтеріп, тырбанып жүрегі айналған соң мойнына жіп тағылды. Үй ішінен шықпайды. Түн баласында Құрмаш қасына алып жатады. Сол үшін кәрі әжесінің қойнынан да шығып кетті. Бөлек жатады. Қасында не аяқ жағында, көрпенің астында Көксерек жатады. Жаз ортасына жақындаған кез болды. Көксерек үлкейді. Семіріп жонданғандай да болды. Бірақ үлкейісі даладағыдай емес, бәсеңдеу. Ауылдағы өзі құрбы күшіктерден сонша үлкен емес. Бұл уақытқа шейін Көксерек ауыл итінен көресіні көрді. Бірде-бір ит мұны дос көрмейді, маңына жақындатпайды. Қасқырға шабатын батыл төбеттер бұны талапты тастайды. Өзге көп итте ырылдап үріп, кейде тап беріп, әр жерінен тістеп тартып кетеді. Құрмаш қасында болғанда таяқ жемейді. Бірақ ер жете бастаған сайын бұдан иесі көз жазып қала берді. Сондай кезде Көксерекке ылғи жау иттер кездеседі. Бір уақыт үлкен үйдің қаралы төбеті оңашада бұны алып соғып, көп езгіледі. Бұны талап жатқанын көріп, өзге иттерді келіп, шабынынан алып, борбайынан созғылап өтірге айналып ет, шаң-шұңмен балалар, үлкендер жиылып кеп, иттерді ұрып, зорға айырып қалды. Бірақ Көксерек әлі күнге ешбір уақытта қыңқ етіп, ауырсынған дыбысын шығарған емес. Талаймын деп ит ұмтылса, жота жүні үрпейіп, үдірейіп тұрып алады. Тісі батып, қинап бара жатса, дыбыссыз ғана езуін ыржитады. Кәпір, қырыс, тағы емес пе, кеудесін бермейді, жасымайды деп ауыл аңыз қылады. Сонымен қатар Көксерек жайында ауыл үйдің қатындары әр алуанын өсекте таратып жіберді. Ұры, асырасаң да мал болмайды, тұқымы жау емес пе десті. Кейбіреулер түнде қозының құйрығын искелеп жүреді, қойды үркіте береді, түнде даланы жақсы көреді, иттен қорыққаннан ғана үйде жатады деседі. Құрмаш бұл өсектің бәрін елемейді. Шынында Көксерек тамаққа өлгенше ашқарақ еді. Алдына құйып қойған асты әлгінге қасында кісі қадалып тұрса, жаламайды, жемейді. Жалғызақ кісі көзі тайса болды, қазір жоқ қылады. Бірақ егер тіпті қарны ашып кетсе, өзіне бермеген асты да жеп қояды. Көрінеу ши ішіне кіріп кетіп, керегеге асулы тұрған ет болса, жас тері болса, қазанда іркіт, қатық болса, барлығында өзінің ыдысына құйып қойғандай көріп, искелеп, жалап, жеп кетеді. Кейде сондай жерде ұсталып, таяқта жейді. Талай рет оқыста төбесіне таңқ етіп тиген оқтаумен бойын тызылдатып, шыпыртып тиген қамшыны да татты. Бұның жауабы езуін ғана ыржитады. Құрмаш қанша тәрбиелесе де, Көксерек ұрлық пен адаластың айырмасы не екенін ұға алмады. Біресе өздері беріп тұрып же дейді, біресе сондай тамақты өзі тауып алып жеп жатса ұрып салады. Сол себепті кей кездері алдына дайындап қойған тамақты да жемей, көзінің астымен жалт-жалт қарап жатушы еді. Қалайда болса үзіп жыла жүріп, Көксерек аш болмайтын. Күніне 2 мезгіл тамақ ішу мұның шарты болып алды. 2 рет қолдан ас құйылмаса, ол күні Көксерек өз бетімен барып бірдеңені жеп жататын. Осымен жүріп, жаз ортасы ауған кезде Көксерек зіңгіттей көк шолақ қасқыр болып шықты. Енді қара ала төбетте талай алмайды. Жота жүні үрпейіп, көздері жасылданып, бар тістерін көрсетіп, азуын ақситып ашып жіберіп, тап бергенде талай бұралқы төбет бұжылғаншы қаңсылай шәуілдей қашатын болды. Мынадай кезде Құрмаштың өзі де қорқақтай барып, қойлайтын еді. Жетілмей келе жатқан тісі ғана Көксерек арлан еді. Сондықтан бұның бойы биіктене берді. Әлі тұрқы шығып ұзарған жоқ. Барлық жүні қара көк, жотасы күдірейіп, ауыз омыртқамен құйрығына шейін тұп-тұтас болып күлдіреуштей бүгіледі. Атылып келе жатқан садақ оғындай үңілген, сүйірленген бір бітімі бар. Өзі ешкім кезденіп соқтықпайды. Ит баласына заты қастай жібімейді. Әлі күнге бір рет жадырап ойнап көрген емес. Татулық жоқ, суық. Жалғыз ақ атын біледі.
Құрмаш пен әжесі шақырса келеді. Онда да жүгіріп келмей, құйрығын сүліктетіп, бүкіңдіп қана келеді. Бұны да ашыққан уақытында істейді. Әйтпесе көбінесе анадай жерде қырыстанып, көздің астымен жалт-жұлт қарап жатып алады. Барып түрткілеп, орнынан тұрғызып жіберген соң ғана үйге жүреді. Өскен сайын сызданып, соқтанып келеді. Сол мінезін байқаған үлкендер, енді бұны өлтіріп, терісін алу керек, осы кәпір түбінде ел болмайды дейтіндей болып еді. Бірақ Құрмаш көнбеді. Осымен тағы біраз жүргенде, бір күні Көксерек Қарала төбетке майдан берді. Қарала төбеттің иесі Жұмаш бала жаз бойы Құрмашқа: «Қасқырың болса қайтейін, менің Қарала төбетім бірақ бұрап соғады. Арашаламасаң, алдақашан өлтіріп тастар еді» дей беретін. Бір күні түсте Құрмаш Көксеректі тысқа алып шығып, ас құйып жалатып тұрғанда, анадайдан шылапшынның салдарын естіген Қарала төбет үйдің көлеңкесінен шығып алып, адымды қойып еді. Екпіндеген бетімен жолында жасқап тұрған Құрмашқа қарамастан, келе Көксеректі бүйір жағынан келіп арс етіп қауып түсті. Бұрынырақ кезде бұндайда асын тастап, кісіге қарап жалтақтап шығып кететін Көксерек енді зор дауыспен гүр ете қалып, Қарала төбетті алқымынан ала түсті. Ұстаған жері құлақ шекеге жақын еді. Төбеттің бойының бұрғызбастан қапсыра тістеп, жұлқып жібергенде, үлкен төбеттің арт жағы бұлғаң қағып барып, Көксеректің жанына дүрс етіп сұлап түсті. Маңайдан жұрт дабырдап жиылып қалып еді. Көксерек Қараланы тамағынан қысып буындырып тұрып қоя берді де, жотасы үдіреп топтан шыға берді. Жеңген жаудың сығымынан зорға құтылған Қарала қаңсылап, жүні жығылып бір жаққа кетті. Осы оқиғаның ертеңінде кешке жақын ауыл жанында жатқан қойға қасқыр шапты. Дөң басындағы қойшының айғайымен қатар ауылдағы кәрі жас, аттылы жаяу иттерді айтақтап, түгел жүгіріп еді. Көп ішінде Көксерек те кетті деп Құрмаш та жүгірді. Бірақ қасқырға ешбір ит жете алмады. Дөң аспай иттің бәрі де адам атаулыда тоқтап қалды. Сам жақтағы алыстағы сары жотадан ереуілдеп екі зор қарайған асты. Ол екі қасқыр еді. Солардың артында тұмсығын жерге салып тоқталмай ағызып Көксерек те кетіп бара жатты. Бір кезде жотадан ол да асты. Артынан Құрмаш пен өзге балалар бірі артынан бірі «Көксерек! Көксерек!» деп шақырып айғайлап жүгірді. Әбден қас қараюға айналған уақытта Көксерек жалғыз өзі баяулап басып ауылға келді. Бірақ үйге кірген жоқ. Анадай тұрып, қайта шаңдатып жер тырнайды. Сары жотаға қарап қойып, әрлі-берлі жүріп жер иіскелейді. Тыныштала алмағандай. Көксеректің бұл жайын байқап Құрмаштың әкесі: «Ту, мына кәпірдің екі көзі жап-жасыл болып кетіпті-ау. Тұқымын сезген екен мына жүзі қара. Қой балам, енді мұны өлтіріп терісін алайық» деп еді. Құрмаш бұл сөзге көнбеді. Бірақ осы кештен 2 күн өткен соң Көксерек бір түн ішінде жоқ болды. Құрмаш қашып кетті деуге қимай, айналадағы ши қарағанды, жар-жыраларды тегіс арылтты. Таба алмады. Осымен жұрттың бәрі кеттіге есептеп қойып еді. 3 күн өткенде бір күні таңертең ойда жоқта Көксерек өз-өзінен сап ете түсті. Құрмаш пен әжесі қасқырдың бұл мінезіне сүйсініп, қуана қарсы алды. Бұл келгенде Көксерек 2 бүйірі суалып ашыққан, өзінің үсті басы батпақ болып сыбағысқан собалақ жүдеу пішінмен келді. Қайта тұрып қалды. Тағы да бұрынғысынша күйленіп, нық семіріп, енді орасан боп өсе бастады. Бұл соңғы күйленуі шынымен үлкен қасқыр боп ұлғаюының белгісі еді. Сонысын сезген болу керек. Көздің бір қара дауылды қара түнінде Көксерек тағы да жоқ боп шықты. Бұл жолғысы шын болды. Енді қайтып оралмастай болып кетті. Сол көк қасқыр саршынақ пен қоянның көжегі сияқтына азық қыла жүріп өлместей боп алды. Қысқа да жеткен еді. Жарық айлы түнде тұмсығынан бұрқырап бу шығады. Аязды түнде табанның астындағы қар шықыр етеді. Жотадан жотаға жортты. Талай жерден қарауыл қарап, желге тұмсығын төсеп, алыстан тартқан бір иіспен жүріп отырып, бір қыстаудың желкесінен келіп шықты. Тау желкесіндегі боз қарағанда, қарладырдан әрлі-берлі жүріп көп аңдыды. Шашау шыққан мал жоқ. Айналасы қарауытып қыстау тұр. Бадырайып қараған көздердей болып, әр жерден 4 бұрышты қызыл оттар көрінеді. Пішен төбесі мен қораның ығында жатқан иттер үреді. Сақ, мазасыз.
Бірақ сол қорадан кеш бойы мұрнын жарып, өзіне тартқан қой иісі келеді. Қораға жақындайын деп еді, көп иттер шулап үріп, маңайлатпады. Қатты аяздан тұмсығының ұшы, езуі қышып, шыдатпай тоңа бастады. Табанынан өткен ызғар да аяқтарын қарып, қатырып барады. Қайта жортып адырға шықты. Алғашқы рет амалсыздан көкке қарап, аузын ашып ышқынғанда, ішінен зор дауыс шықты. Күтпеген дауыс. Көксеректің ең әуелгі ұлығаны осы еді. Қарлы, елсіз адырды басына көтеріп дауыс салды. Тынбай, ұзақ-ұзақ уақыт ұлыды. Мұның даусы шыққан сайын, сайдағы ауыл жақтан көп иттің арс-орс, шау-шау етіп өрген естіледі. Көксерек құйрығын артқы екі аяғының арасына тығып алып, аш белі бүгіліп, іші қайта-қайта солқ-солқ етіп ұлып тұр еді. Бір мезгілде дәл жанынан өзінің даусындай дауыс естілді. Ол да дәл осы сияқты ұлиды. Көксеректің дауысын естіп, маңайда жүрген қаншық қасқыр мұны іздеп келеді екен. Екеуі екі беттен бірін-бірі көрісімен қарсы ұмтылысты. Етпеттеп бір-біріне жақын кіргенде ыр-ыр етісіп, тістерін тигізбей қағысып өтісті. Ашқарағаз олар сақ-сақ етті. Көксерек гүрілдеңкіреп, маңына көп дартқысы келмей, әрлі-берлі ортқып түсіп, жылдам оралып, ашу шақырғысы келіп еді, ақ қасқыр айнала қыңсылап бұның ізін иіскеледі. Аздан соң құйрық жағынан бір иіскеліп, сирағын жалап өтті. Екеуін иістері табыстырды. Көксерек те айнала иіскеді. Бір-бір рет жақтарын жаласты. Көсіліп алып, сайға қарай салды. Екеуі де енді ширақ қатты жортады. Қора жандағы дүңкиген сары жотаны құлдап тарта бергенде, қалың жүнді барқылдақ қарала төбет соңдарына түсті. Бұл көксеректің жаз бойы ырылдасып өскен ала төбеті болатын. Қасқырлар бой салып қашқан жоқ. Ақ қасқырды алдына салып, көксерек арт жағынан оңды-солды жалт-жалт қарап, ойға тасыға таман түсті. Артындағы иттерді ілестірмек болып, үркіп келе жатқан ала төбет бұлар ойға түскенде тоқтауға айналып еді. Қалған иттер жота басында серейіп-серейіп тұрып қалып, сол арадан кәр жіберіп тұрған. Енді қарала тоқтауға айналғанда көксерек бұрыла сала тап берді. Ақ қасқырды айналып жіберіп, ағызып келіп алдына түсті. Екеуінің бетіне шыдай алмай, жалт бері қашқан ала төбет құйрығы шошаңдап, барбаңдап бетке қарсы ұзай алмады. Ақ қасқыр бұрын жетіп жылып кетті. Арты көтеріліп барып түсті де, ала төбет жығылмай қарсы қарап, ырылдап тұра қалып еді. Сол кезде ғана бұларға жеткен көксерек келе, құлақ шекеден қауіп түсіп, көз ілескенше қараланы жұлып соғып, астына жұмарлап басып алды. Қасқырдың екеуінің де жоталар дүңкиіп, жон жүндері үрпейіп алған. Ауыздары басында қалың жүнге толып-толып шықса да, артынан ыстық қанға, жұмсақ етке, сырт-сырт сынған сүйекке дараласты. Аяқтарының астында ойылып қалған қалың қар бұрқ-бұрқ борайды. Жылы жұмсаққа тұмсықтары кіріп алып, екеуі де өзге дыбыс шығармай қорқ-қорқ асайды. Суық қар араласқан жылы тамақты қомағайланып, қылқ-қылқ жұтады. Аяқтап келгенде екі санды екеуі ортасына дар айырып, жұлып-жұлып әкетісті. Аздан соң қараланың қара табандары мен құйрығы ғана қалды. Одан басқа әр жерде шашылған жүндер ғана жатыр. Екеуі айға қарсы қасқарып, қайтадан қарадырға тартты. Алдында көксерек, артында соның ізімен ақ қасқыр түсіп, адырға кіре бере бір ық жартастың бауырында екеуі бірде аунап-аунап алды. Осыдан соң екеуінің жұбы жазылған жоқ. Қасына сері кергеннен бері көксерек зорайып қатты өсті. Аяқтары жуандап, жүндерінің бәрі де қалыңдап ұзарып, өзі жуан, өзі мықты көкжал болып алды. Қыс іші болса да, жоны шығып, алқымы түсіп, семіріп кетті. Оның есебіне белгілі атышулы екі қасқырдан қарадырдың іші тысындағы ел түгел көресіні көрді. Даладан қойшы алдынан қой тартып жейтін, жайлаудағы сиырға шауып, тайыншадан бастап үлкен сиырға шейін жейтін осы екеуі. Февраль, март кезінде 3-4 түйе де желінді. Кісіден қорықпайды, әсіресе бір көк шолақ бар. Қойды алып соғып жарып жатқанда, қасына сойыл салым жерге келгенше қашпайды. Даладағы қойға тегенде әуелі біреуі келіп шабады. Соған қойшы алданып жүргенде бір жақтан келіп екіншісі шабады десетін болды. Боранды, аязды түндерде бірен-саран қорағада түсіп көрді. Бір кедейлеу ауылдың қой қорасына түсіп, 10 шақты қойын жалғыз көксерек өзі өлтіріп, құтылып шыққан уақыты да болды. Бірнеше ауылдың қасқырмен таласуға жарайды, ер сақ деп жүрген әлденеше иттер де желінді. Және
шірет жасағандай қарадырдың қыстауларына кезекпен соқтығысады. Бірер күн бір-екі ауылдың айналасында қатты қимыл қылып жүріп, соның артынан бір жұма 10 күндей бұл маңайда жоқ болып кетеді. Оның есебіне екінші, үшінші ауылдар әлгінің көргенін көріп жатады. Әр ауылдың тұстарында өздерінің көрініс беріп келетін қарауыл жоталары, жылғалап келетін сай өзектері бар. Торуға мезгіл таңдамайды. Таңертеңгі, түсі, түні бәрібір. Күнне бір мардымды жеп алмай қанағат қылмайды. Келгенде ана кезең жақтан, анау шиден, ана қарағанды сайдан келеді десе, сол жерлерден айтқандай шығады. Бұлар айналдырып жүрген елдер малын шашау шығармай, көзден таса қылмай, қия бастырмай-ақ сақайған болады. Бірақ күндіз-түннің бірінде не қылса да бір қапысы болмай тағы да қоймайды. Көксерек дәл соған кез келгендей дап-дайын болады. Қыс қатты, қар қалың. Қасқырды қар көтереді, атты көтере алмайды. Сондықтан талай рет ат жаратып, шоқпар қамдап, қуамын деген жігіттер болса, еш нәрсе қыла алмады. Бір рет қана белгілі бәйгі жирен атымен Арыстанбек шығып, соңдарынан түсіп еді, оны адырдан адырға салып адастырып кетті. Маңайламайтын жерден алыстан мылтық атып қорқытпақ болғандар да бар еді. Одан да жасқанбайды. У салғандардың уларын да жемеді. Ол улардан иттер жеп қырылып қалған уақыттар да болды. Мұның бәрі екі қасқыр жайындағы Қарадыр елінің аңызы, әңгімесі еді. Соңғы бірер айдай бір ауылдың кісісі бір ауылға қатынасса, жиын болып көпшілік бас қосса, көп әңгімелері екі қасқыр жайында болатын. Көксерек семіргенде, ірілеп өскенде, осындай даңқ атақ ішінде семіріп өсіп келе жатыр еді. Осы күйлердің бәрімен қатар көксерек оңашада елсізде қатты ойыншы болатын. Түс кезінде таңертең бір малды тасада аунатып жеп алып, елсіздегі қашаңдау жатақтарына қайтады. Сондайда ақ қасқыр жүрістен талып келіп тынығып жатса, көксерек айналасына қар боратады. Жүгіріп екпіндеп кеп тістеп өтеді. Басынан асып аунап түседі. Кейде ақ қасқыр ырылдап тісін сақылдатып, құлағын жымитып ашумен тап береді. Ондайда көксерек те қатты қорылдап гүр-гүр етеді. Кейде секіріп кеп ақ қасқырдың желкесінен қапсыра тістеп алып, қысып тұрып барып қоя береді. Екеуі осыдан әрі ұзасып барып таласпайды. Артынан көксерек қайта ойнайды. Күн жылына бастады. Бірнеше рет шағырмақ жақсы күндер болып, әр жердің қары тесілді. Ойдым-ойдым қара жерлер көріне бастады. Жылы күн ұйқыны көп келтіреді. Тамақтың артынан бойды көп сергітеді, етті шымырлатады. Ақ қасқырда ойыншы бола бастады. Өзі келіп көксеректі иіскеп, жалай беретін болды. Қайта-қайта көксеректің үстіне артыла береді. Ыңырсып, тістелеп те қояды. Бой тартты. Екеуі қалың қараған арасында ұйығып талды. Көк молайып, жас шыққан соң, екі қасқырдан Қарадырдың елі сап болды. Қарадыр сыртында елсізде екі үлкен ащы көл бар. Соның аралығындағы қалың шидің ішінде ескі ін болатын. Көксерек пен ақ қасқыр сонда. Жақын жерде қамыс, одан әрі көл. Қауіпсіз. Адам көзінен алыс жай, бастап келген ақ қасқыр. Бұл кезде көксерек басқа жақтағы елді ториды. Ақ қасқыр ін маңында болады. Қамыс арасында көп құстардың жұмыртқасын жейді. Бір күні көксерек інге салып келіп, аузынан кесек-кесек құйрықтарды құсып-құсып тастады. Бірақ бұрынғы дағды бойынша ақ қасқыр қарсы шығушы еді. Оны істемеді. Көксерек ін аузын тырналап, шаң боратқан соң ғана сүйретіліп зорға шықты. Ін ішінен жас иіс сезіп, көксерек басы мен кеудесін сұғып, ыр етіп барып, кішкене күйкі күшікті тістеп суырып алып шықты. Бұны істегенде ақ қасқыр арсылдап тап беріп еді, көксерек сонда да тоқтамай, көк күшікті жерге жылқып-жылқып соғып, қабырғаларын кірт-кірт сындырып, өлтіріп тастады. Бірақ бір емес, екінші, үшінші, тағы әлденешеуі пайда болды. Аяғында жалады. Күшіктерді жалап, искелеп, кейде қастарына да жатады. Ақ қасқырға жем таситын болды. Аздан соң серігі қайта қосылды. Көп ұзап шықпайды. Сонда да талай жерге еретін болды. Бір күні екеуі бір қозыны жеп келе жатыр еді. Індерінің үстінен көп үлкен жаулар кетіп барады екен. Қамыс арасына бұқты. Жау озған соң інге келді. Бірақ қапа күшік қалған. Бұралып тұра алмайды, арт жағын баса алмайды. Ақ қасқыр тістеп әкеліп қамысқа тықты. Екеуі қайтадан Қарадырға бет қойды. Жарысып кезек-кезек озысып отырып келіп, даладағы қойға тиді.
Түн баласында құлын жеді, тай жеді. Тыным алмай баяғы іздермен баяғы елді қайта-қайта қан қақсатты. Бұрынғыдан жаман құтырды. Ақ қасқыр ойнамайды, қыңсылай береді. Жесе де семірмейді. Кей уақытта жалғыз қаңғып кетеді. Көксерек артынан ізден жүріп, зорға табады. Кейде көксерек қапы жүріп кеткенде, бұл жүрмей тұрып та қалады. Көксерек қайта айналып келеді. Кей уақыттар бір-екі күндер аш та қалысады. Бірақ Қарадыр елі екі қасқырды ұмытқан жоқ. Әлде болса да сол екеуін көре береді. Енді жер кепті. Жазғы түрі көк пен көбең семірген жел қуық айғырлар қайта мінілді. Бір күні зор қуғын болды. Үш үлкен жау Қарадырдың ойында тобылғылы шұбардан шығарып алып, екі қасқырды сатырлатып, бастырмалатып қуып берді. Екі айырлы қашты. Ақ қасқырдың желіні түгел қатқан жоқ екен. Бәрі бірдей соның соңынан қарай үңілді. Көксерек еріксіз ойысын келіп, үшеуінің алдына көзі түсті. Екеуі қатар қашты. Беттері Қарадыр еді. Ерікке қоймай жандай шауып, тауға жібермей қайырып алды. Ақ қасқыр ойға қарай қашты. Көксерек ерегісіп тауға қарай тартып еді. Мұны біреуі ғана қуып, екеуі ананың соңынан кетті. Ықтиярсыз айырылып кетті. Артында жерді дүрс-дүрс басқан қатты тұяқтар бұны енді ақ қасқырға қоспады. Сонан соң бұл адырға кіріп, бір-екі бел асқан соң қуғыншыны адастырып құтылып алды. Бірақ серігі жоқ. Сонымен қуғын күні Көксерек түні бойы ақ қасқырдың ізіне түсіп жортып еді. Бір төбенің ойына келгенде ес те, із де бітті. Серігінің иісі жоқ. Оның орнына ат, адам иісі мол білінеді. Ағып ұйып қалған қан көрінді. Азғана искелеп, бір рет шалап, дәмінді көрді. Түні бойы көп ұлыды. Таң атқанша жер тарпып, шаң боратты, ыңырсыды, аунады. Ай астында әрлі-берлі сенделіп, көп аяңдап жүрді. Қасында көлеңкесі ғана жүреді. Тағы да жалғыз жортуылға түсті. Жаз бойы жалғыз тіршілік етті. Ащыкөлдің солтүстік жағын жайлаған 5-6 ауыл Көксеректен тағы да көресіні көрді. Күндіз келіп көл жағасында қамыста жатады. Түн баласына бір ауылдың шуын бір ауылдыкіне қосып, бықпырт дегендей қылады. Жаздай жеген қозы бұзауынның саны 50-60-қа жетті. Екі рет қуғын болды, бірақ екеуінде де көлге түсіп кетіп, судың тап ортасына барып дөңкиіп жатып алды. Саяз сулы, айналасы зор бастақ, батпақты Ащыкөл бұған үлкен қорған болып алды. Әсіресе жаңбырлы, желді түндерде, ай қараңғыда, ақ жауындарда Көксерек қатты құтырады. Түнгі ауылдың қорасына шапқанда күзетшінің айтағы, иттердің үріп тұрғаны барлығы да бұған бөгет емес. Кейгеде ара түнде жарқ етіп, күрс беріп мылтықтатылады. Даусынан ғана біраз сескенеді. Азғантай ұзап кетеді де, ел тыныштала бергенде қайта соқтығады. Жасынан бір күнде 2 рет аш жеп ашқарақ болып үйренген Көксерек ауылға жақындап келгенде көзі тұнып, есі шығып кетеді. Сондықтан ауылға тақай бере ағызып ат қояды. Қораны өрт шыққандай, жер сілкінгенде дүр-дүр еткізіп келіп, қақ жарып шыққанда, аузына кем болмаса 1-2 батпан құйрық ілінбей қалмайды. Бұл жазда Көксерек қатты семіз болды. Алда қашан түлеген тақыр жүн, күзелген жылқының жалындай қайратты, қатты. Денесінің толуы, бойының биіктеуі, қайратының молаюы биылғы жыл ерекше болды. Күздің ұзақ таңында бір дауылды қара түнде топ жылқыға араласып еді. Сонда қасқырдың семіз асаутайын бастырмалатып қуып жетіп, құйрығынан алып табанда бұрып қалғанда тай тапжыла алмады. Аз тырмысып тұрып, қоя беріп қалғанда тай екпінімен барып тоңқалаң аса түсті. Сонда ағызып келіп, бас салып, алқымынан гүр етіп қаба түскенде тай көтеріп тұра алмай, Көксеректің астында ажал тапты. Қайтадан қарлы, боранды қыс келді. Аязды, елсіз ұзақ далаларда аштық түндері басталды. Ашумен жер тарпып, қар боратып, көп ұлыды. Бір мезгілде ай астындағы ағараң еткен көп топты көрді. Бұрылып бір жаққа қарай жалтарғанша, тасырлатып, қар боратып, қасына ағызып келіп қалыпты. Бұлар тілдері салақтаған, ауыздары арандай ашылған, жүгіріп келе жатқанда бәрі тегіс ырс-ырс етеді. Иістері Көксеректің мұрнын жарды, қарсы аяңдады.
Қалың топтың алдында зор көрі Шолақ мұның жанынан арс етіп желді қауып өтті. Көксеректе тұмсық ашумен ыржиып, тістерін сақ-сақ еткізді. Екеуі қайта беттесіп келгенде, біріне бірі ұмтылмай, құр ғана жанасып, қор-қор етіп аршылдап тұрды. Артынан жеткен көп ақ қаншықтар көксеректі айнала иіскеледі. Бір үлкен ақ қасқыр келіп жағынан жалады. Бұда жалады. Бәрімен иіскелесіп алды. Үлкен Көкшолақ қана иіскелесіп жанасқан жоқ. Бәрі де аунап-қунап, қарды қауып-қауып алысты. Көксеректе соны істеді. Бұл қосылған топ жаңа ғана отырдағы жылқыдан бір тайды жеп келе жатыр еді. Бірігіп алып адырға қарай жарысып жөнелісті. Бұл топтың саны 10 шақты. Әзірге басшысы Көкшолақ. Қалғандары қаншық қасқырлар. Үшеу-төртеуі күшік, оның ішінде бір-екі арланы бар. Бірақ олар Көкшолақ пен Көксеректен қаймығады. Көп ойнайды. Үлкендермен арылдасып таласпайды. Көксеректі қаншық қасқырлар көп жағалайды. Топ ішінде Көксеректен күйлі қасқыр жоқ. Бойға, денеге бұнымен Көкшолақ қана таласады. Оның мойны Көксеректен де жуанырақ. Жалғыз ақ жотасы ғана бұныкіне ұқсамайды. Мұндай дөңкейген күдір емес, жазаңдау. Шабысқа артық болса да, алысқа мынадай сенімді сияқты емес. Құтырынып шапқан мықты, қомағай топтың бетіне ештеңе қарсы тұра алмады. Боранды күні ығып келе жатқан қойға араласып, бет-бетімен бөліп-бөліп әкетіп, талай қойды жаралап, жеп қырып шықты. Көксерек қосылғаннан бергі алғашқы шабуыл осы еді. Тамақты емін еркін араласқандықтан, әрқайсысы жеке-жеке таласпай, қағыспай жесіп алды. Қар қауып, аунап-аунап, тағы бір бірігіп алып, ілгері қарай салды. Артынан адам келіп айырып алған қойлардың талайы таусылып біткен, талайы жаралы. Әр жерде сирағы, бас жүні шашылып қалған көп жемтіктер көрінеді. Топтанып келіп жылқыға да шапты, бірақ қоңын ойып алған, жағын сыдырып қалған тай болмаса, ешбірін жығып алып, емін еркін жей алған жоқ. Көп жылқышы қуғын салып жегізбеді. Бір күн, бір түн аштық болды. Далада Саржотаның басында шуласып ұлып алып, күнбатыс жақта түтіні шығып қарауытып жатқан ауылға қарай тартып берді. Ел орынға отырар кезде ауылға қайтып келе жатқан 2-3 жылқыға келіп араласты. Жылқының екеуі қашып ауылға жақындап қалды, біреуін Көксерек омбы қарға қамап кеп, белгілі әдісімен жығып алды. Кішілеу құнан шығар еді. Бар қасқыр айнала тұра қалып, ашқарақ ауызды қойып жіберді. Алдақашан іші жарылған құнанның буы аспанға шықты. Қан-жын бас көздерін жауып, жота жүндері үрпиіп, естері шығып асап жатыр. Көксерек бұрынғы дағдысымен жемтіктің кеудесіне тұмсығын тығып жіберіп, жұлып асап жатыр еді, желкесінен ыр етіп бір ауыз тістей түсті. Бұл орын Көкшолақтың орны болушы еді. Жемтіктен басын суырып алып, Көкшолақтың асылып тұрған аяғынан қатты тістеп алып, үстінен жұлып тастады. Екеуі де жемтіктен шығып, гүр-гүр етісіп тұрып, қайтадан қызылға ұмтылысты. Таласа тармаса жесіп алды. Соңғы бір-ақ сан қалған уақытта күшік қасқырлар мен қаншықтардың көбі шығып кетіп, екі Көкшолақ қана жемтікті жұлмаласып қалды. Өзгелер бұлар жеп болғанша қарда аунап-аунап алды. Bir талайы төстерін қарға төсеп күтіп жатыр еді. Жем бітті. Тағы да адырға қарай тартты. Топ алдында екі Көкшолақ қатар жортады. Біріне бірі жол бермейді. Бірінің алдына бірі түссе, тірсектерінен тістеп ырылдасып қалады. Азу тісінің бірі сынған шолақ ызалы, долы. Гүрілдеп сыздана берді. Екі күндей аш болысты. Жылқы бұрынғы жерінде жоқ. Боран болған, қалың қар жауып, іздер де басылып қалған. Елсіз бір жарды жағалап келе жатқанда, кеуегінен шығып қоян қашты. Жардың екі жағына қақ жарылып бөлініп алып, ұмтылып қуды. Аздан соң қоян жардан шығып, Көксерек жаққа қарай далаға шыға, адырға беттей қашты. Бұл топтың алдында Көксерек еді. Қоянға жақындап келеді. Бір кезде төтеден ағындап, жеке дара болып Көкшолақ ағызды. Қоянға жақындап қысып келіп, Көксеректің алдына түсті. Артқа қасқырлар шұбап алыста қалды. Адырға кірді. Бірнеше төбелерден өтті. Көксерек кейіндеп қалып еді. Бір ылдида Көкшолақ қоянды жұмарлап жатыр екен. Көксерек келе ауызды қойды. Екеу жұлқысып тартысқанда, қоянның басы мен кеудесі Көкшолақтың аузына кетті. Өзінде қалғанда қапаш-құпаш асап, Көксерек қайта тап берді.
Көкшолақ қоянның басын тастай беріп, арс етіп көксеректі аяқтан ала түсті. Ойда қар борап, аяқтарының асты ат көпір болды. Шапшып келіп гүрілдеседі. Тістері бір-біріне сатыр-сатыр тиісіп, қарш-қарш шайнасады. Тікейіп шапшыған бойда ұстасып тұрғанда, көксерек басын бұрып жіберіп, Көкшолақты құлақ шекеден ала түсті. Жасынан ауыл иттерінен үйренген әдіс еді. Аузы тиісімен жұлқып бұрап жібергенде, Көкшолақ майысып барып астына топ ете түсті. Жығысымен үстінен басып тұрып, құлақ шекеден ауызды жылжытып келіп, алқынға салды. Тамағынан қапсырағысы буындырып алып, мойын сүйегін қырт-қырт шайнайды. Көкшолақтың аузы арандай ашылып, тынысы құрып, тыпырлауға шамасы келмей қалды. Сол уақытта артқы қасқырлар топырлап келіп жетіп, Көкшолаққа ауыз салысты. Былбырап аққан қызылғанның иісі аш қарындарға мас қылғандай белгі берген еді. Шаптан, қолтықтан, жалаңаш төстен мықты өткір тістер жылқып-жылқып тартқанда, Көкшолақтың қаны жосылып ағып, ішінен бұрқырап буда шықты. Бұл арада бар ауыз түгелімен жабылып кетіп еді. Аз уақытта Көкшолақтан будыраған жүн мен 4 табан ғана қалды. Қалған топтың жалғыз даусыз басшысы Көксерек болды. Іздеп жүріп отардағы жылқыны тауып алды. Тағы да аты шулы 9 қасқыр деген даңқ шықты. Күндіз түні жылқышы атаулыны күзеттен босандырмай, сонда да дамыл бермей, тай құнанды жеп тұрды. Артынан ерген тобы аштық көрген жоқ. Бөрі де жонданып, құтырынып, мықты жүргіш болып алды. Шетінен Көксерек шыбатыл. Сол не істесе, соны істейді. Ара-тұра жылқыны тастап, маңайдағы ауылдарға да соғып кетеді. 9 араласқан жерде сел қаптағандай, жау түйгендей қалады. Ат, сиыр сияқты ірі қаралар бірақ жеммен таусылып, жоқ болып қалатын болды. Бір уақыт керуен жолында да болды. Кешеден бері аш жемей ашыққан, аяздаған уақыт еді. Жалғыз атты шаналы жүргіншіні қамады. Айналасына қар боратады. Бірісі жолына барып жатып алады. Жартысы артына, жартысы алдына түсіп, қашпай, мезгіл сайын жақындап, аяң салып отырады. Есі шыққан керуен атты жүре алмай қалған соң айғай салып қашып еді. Атты топтарымен жығып салып талқандап өлтіріп талап жесе бастады. Топ осыған араласып жатқанда Көксерек мұны тастай беріп, қасына 1-2 қаншықты ертіп алып, кісінің артынан қар боратып, бұрқыратып салып еді. Жақындап қалғанда кісі шошып жығылды. Бірақ алдарынан айғайлап, сатырлап шапқан аттылар шығып қалып, айырып алды. Осыдан соң Көксерек қатты долы, ызалы болып, сызданып алды. Арқына көнбеген күшіктерді, жүріскер алмаған қартаң қаншықтарды кейде бас салып, талапта тастайды. Тағы бір ретте қалың шилі қорықта отырған 5-6 ауылдың үстіне келді. Күндіз болатын. Күн шаңытқан аяз еді. Шеткі ауыл бұларды көріп қалды. Ши шетінде қарда аунап жатқанда бір түйе шықты. Үстінде кісі бар. Басына ақ оранған. Тура қасқырларға қарай жүреді. Ат емес, қашпаса да болады. Бірақ түйе жақындап келгенде бар қасқыр тұрып, далаға қарай ақырын бүлкөктей берді. Топтың артынан Көксерек келен аулап, зорға тұрып, қырыстанып артына қарап, ол да аяңдады. Түйе бақырып қоятта шудасы желкілдеп желеді. Бетті елсізге қарай түзеп, қасқырлар бүлкөктеді. Артында Көксерек. Түйе бұрылып кетерде бақылайды, бұрылмайды. Көксерек ашығып қалып еді, дәмелене бастады. Біресе жортыңқырап барып, алдыңғыларға жететте, бәрін тоқтатып, өзі жүресінен түсіп, түйеге қарап жатады. Түйе жақындап келгенде өзгелер жылжи береді. Ол да артынан тұрып аяңдайды. Аяғында ауылдан әбден ұзап шықты. Көксерек өзгелерді ілгері жіберіп, өзі бір күшік қасқырмен бөліне, оң жақ бүйірге қарай тартты. Түйелі қиыстап, топ пен бұл екеуінің аралығына қарай беттеді. Әлі де түйе бақырады. Иісі, дәмі қызықтырып, асықтырып барады. Көксерек түйенің артына түсті. Бірақ әлі онша жақындаған жоқ. Түйе енді ақырын жүре бастады. Кейде тоқтап, алды-артына қарайды. Ақбас әрлі-берлі бұрылып қозғалақтайды. Түйе тоқтағанда Көксерек те тоқтайды. Тұрған жерінен қар боратып тарпына бастайды. Сөйтіпке бір мезгілде ағындап шауып, түйенің жанына жақындай келіп, қиыс өте берді. Сол кезде түйе үстінен бір ұзын нәрсе шошайып созылды да гүрс етті. Өлгенше қатты ащы дауыс даланы сілкіндіріп, шошытып жіберді. Бар қасқыр қар боратып ытқып қашып жөнелді. Көрсетіп жетелген көк түтімен қатар Көксеректің артқы саны шыж ете түсті. Әрі ыстық, әрі суық бір нәрсе қадалып шаншып қалды. Санын
арс етіп қауып алып, түйенің үсті тағы да сыртылдатып қамданып жатқанда, бұ да ытқып қаша жөнелді. Тоқталған жоқ, көп қашты. Бірнеше қырқадан, бір-екі жазықтан құлашырып шауып өтті. Өзге қасқырлар бір бөлек, бұл жалғыз бір бөлек кетті. Түйе қалып қойды. Жүгіріп келіп, бір жартасты сайға кіре бере, арт жағы қиралаңдап барып құлап түсті. Жол бойы тоқтамай аққан қан әлін кетірді. Жарасының ауруын да жаңа тоқтар алдында ғана сезе бастаған. Қыңсылап жатып, санын жалайды. Қан шығады. Бір тұрады, бір жатады. Тұрғанда енді бір аяғын көтеріп тұрады. Үш аяғымен секектеп аяңдайды. Арада бірнеше күн өтті. Осы сайдан шыққан жоқ. Ашығы бір алуға айналды. Бірақ аяғы ептеп басуға келді. Бір-екі қырқадан асты. Бір сайда 3-4 ат жайылып жүр екен. Бұғып қасына келді. Шетте арықтау бір көк шолақ ат тұр еді. Тап беріп қуып отырып, қалың омбыға келіп қамады. Осқырып, қорқып тұрған атты алқымынан алып, бауыздап түсті. Санын жұлды, қоңын ойды. Омбы қардан шығармай тұрып, жығып алды. Тоя жеп алып, сайына қайтты. Күнде кешті кетеді. Түн болған соң жемтігіне келіп, асын жейді. Осымен 5-6 күн өтті. Қайтадан жолын шығып, тыңайып, күшейіп қалды. Аяғы да әбден басуға келді. Күдірейген жоталы, ашулы көксерек тағы да жортуылға шықты. Белгілі жемтік біткеніне 2 күн болған. Содан бері аш еді. Жорта баяға Қарадырдан шықты. Белгілі жемтік біткеніне 2 күн болған. Содан бері аш еді. Жорта баяғы Қарадырдан шықты. Түске жақын мезгіл еді. Жота-жотадан қарауыл салды. Желге тұмсығын төсеп, белгілі иіс күтті. Алыстан танысы иіс келіп мұрнына жетті. Маңайға жалт-жалт қарап алып, қырдан-қырды, адырдан-адырды кезіп отырып, күнбатысқа қарай шырқап салды. Көп іздеді. Аяғында күн кешке жақындағанда бір жотаның басында шошайған аттылы қойшыны көрді. Айналасында сол төбенің бетінде қой шашылып жайылып жүр. Теріп жеуге шашқан шашудай, бірақ жақында ауыл бар. Алыстан ағындап бет түзеді. Жалғыз ақ қарасын көріп қалған қойшы айғайды салып бұған қарсы шапты. Қойшы үлкен емес, бала даусы шошытпайды. Қой дүркіре бүркіп, қойшыға қарай қашты. Қасқыр жақындап бір қызыл қойды ауызға салғалы ентеліп келіп қалып еді, бағанадан айғайлап келе жатқан қойшы қасына кеп қалыпты. Еріксіз жалтарып бұрыла беріп еді, қойшы бастырып қуып жөнелді. Бой салып қорқып қашқан жоқ. Содан ба болмаса тегі жүйрік пе, әйтеуір бозат бастырмалатып жетіп келіп, көксеректің жотасына жеңіл ағаш сарт етіп тиіп қалды. Солақ екен, қарсы бұрылып алып, аттыға қарай арс етіп шапшып қалды. Арандай ашылған ауыз бірдемені жұлып түспек еді. Ыңғайына бала тонының өңірі ілінді. Соны бөксеріп жұлып түскенде бозат осқырып атқып кетті. Баланың шошыған айғайы шықты. Қасқыр артына айналып тап бергенде мөңкіп жүрген боздан бала аударылып құлап түсті. Көксеректе қазірде бұрын ешқашан білінбеген долылық, жайындық бар еді. Туғаннан бергі барлық көресі осыдан, екі аяқтадан дегендей жығылып домалап жатқан балаға тап берді. Оқыс секіргенде санының жарасы ашылып, тыз етіп ашып қалып еді. Ол бұрынғыдан жаман ызаландырып құтыртқандай. Боз ұзап қашып кетті. Қой да жоқ. Екпіндеп секіріп, ырылдап кеп баланы бас салды. Бұл бала құрмаш еді. Қойшы ауырып қалып, әкесі бір күнге қойға жіберген еді. Астына мінгені өзінің жүйрік боз дөнені болатын. Үстіне гүрілдеп қасқыр төніп келгенде көзі бір ашылып, бір жұмылады. Басына таман арандай ашылып келе жатқан ауыздың жоғарғы жағында өзіне таныс құлақ көрінді. Сол жақтағы тілік құлақтың жартысы салпылдап тұр. Ақырғы сезген білгені сол. Содан әрі баланың үні өшті. Қасқырдың аузы тиместен бұрын өліп кетті. Көксерек ырылдап тұрып, тісінің ұшымен қағып жылып алып, басын шайқап өткенде баланың бір жақ көзін қопарып алып кетті. Жүріп бара жатып, қылғып салды. Түнде баланың өлігін тауып алысты. Жанында тайдың ізіндей болып, үлкен қасқыр ізі жатыр екен. Құрмаштың жаназасына жиналған Қарадыр елі көксерек жайынан неше алуан әңгімелер құрды.
Көпшілік мұны қорқау қасқыр деді. Кейбіреу құтырған қасқыр емес пе екен деп күдік айтты. Бірақ құтырған деуге орын жоқ. Ондай болса бір баламен тоқтамас еді. Ауылға да шабар еді. Қойды да қуалар еді. Сол жиында бұны не қылса да ізіне түсіп соғып алуға, өлтіруге сөз байласты. Бұл әңгіменің ортасындағы Қасен еді. Ол белгілі аңшы, баяғыдан құс салып ит жүгірткен. Өзі осы маңайдың ауқатты әлді жігіті. Қарадырдың мырзасымағы. Қалада қызметте тұратын інісі бар. Сол арқылы биыл күздігіні бұның ауылына шетелден қасқыр алатын бір ит келген. Қазір барлық Қарадырда да, маңайдағы өзге елге де даңқы шыққан ақ қасқа осы Қасеннің иті. Келісімен ақ қасқа күздігіні бір күннің ішінде бір бөлтірік, бір үлкен қасқыр алған. Өзі 2 қар басқан екен. Қазіргі уақытқа шейін 6 қасқыр алыпты. Аз күнде бір болыс елдің әңгімесі болған ақ қасқаның арғы тегін тексерушілер де көп еді. Түбі Ереймен итінің нәсілі деп кеп, арғы затын ертегіге айналдыру үшін бұл Қанжығалы қарт Бөгенбай итінің тұқымы дейтіндер де болған. Жиын көксеректі іздеуге сөз байлаған соң, жаназадан тарай сала Қасен өз ауылына келіп, 5-6 жігітпен бірге ақ қасқаны ертіп алып адырға шықты. Күн кешкі 5 кезеді. Сондықтан ертеңге қарап айыл қылысқан жоқ. Ең болмаса ізін көріп бетін аңғармақ. Және жаңада қар жауған. Сонан енді тағы да қар жауып қалмай тұрып, ізінен, бетінен көксеректі танып алу керек. Қасен Құрмаштың әкесімен ағайындас жақын болатын. Жалғыз баласы Ерке Құрмаштың өлгені әкесіне ерекше батып еді. Бұның үй ішімен ботадай боздап, бейіт басында да қатты күңірентіп жылағанын көргенде, тірі жанның бәрінің сай-сүйегі сырқыраған. Құрмаштың әкесі Қасенге: «Сол жалғызымызды өлтірген қасқырды қолыма әкеліп беріп, көзін ойғызбасаң, сен маған туысқан емессің» деген. Өзге елде Қасенге: «Бүгін ақ қасқа не өлсін, не өлтірсін. Осыдан басқа жерге итіңнің керегі жоқ» тіпті дескен. Осы сөздердің барлығы Қасенді де асықтырып, ширықтырып еді. Құрмаш ауылы мен Қасен ауылының арасы жақын болатын. Сондықтан көп уақыт өтпей-ақ аңшылар кешегі бала өлген жерге жетті. Ақша қардың үстінде бадырайып үлкен із жатыр. Беті елсізге Тастықұдыққа қарай кетіпті. Барлық аңшы ізге қарап, қасқырдың үлкендігіне қатты қайран болды. Ақ қасқа бұрынғы еріншектеу әдеті бойынша ізге жеткенше жай жүріп, тартыншақтап келіп еді. Әзді көріп, біраз ескелеп алған соң, басты төмен салып жіберіп, тұмсығын ізден алмай отырып, жөндадырға қарай шауып жөнелді. Бар аңшы артынан ілесе, желе текіректеп шауып отырды. Ақ қасқа тоқтамайды, артына қарамайды, тынбай жортады. Әлі қар бекіген жоқ. Қалың демес, қыстың орта кезі болса, биыл қар жұқа болатын. Аңшылардың айтуы бойынша қасқыр түлкіге ит қосатын уақыттың нағыз өзеді. Қасен қолына келгелі ақ қасқа барлығы 3 қасқыр алды. Бұның екеуін бір күнде күздігіні жер қарада алған. Үшіншісін қар түскеннен кейін ауыл үстінен алып еді. Қасен өзінің 1-2 жігітімен және басқа аңды сүйетін 4-5 құрбысымен соңғы уақытқа шейін ат жаратып жүргенді. Алыс жерден еті аяңдап келген ақ қасқаның құстігіні қарда жүгіруге қызылы толық болсын деп есейтіп, баптап қайырып жүреді. Бұдан бұрын ақ қасқаны аз-аздап қоянға жүгіртіп, 2-3 суытып алған. Соңғы вақыттардағы тамағы көбінесе құрт араласқан сұйықтау ас болатын. Қоясында 2 рет тастатып алып еді. Содан бері қысқы жүні жетіліп, өңі ажарланып, қатты құлпырып алған. Жалғызақ бүгін таңертең аз ғана ас құйылған екен. Соның тоғы қаша қоймады ма деген күдік бар. Одан басқа жоны жұмырданып, етін сыртына теуіп, бойдағы майдан, іштегі қыл-қыбырдан арылған кезет. Ақ қасқаның бойы қасқырдан кіші емес, аяқтарының жуандық сомдығы да содан кем емес. Өзінің барлық тұлғасында қасқырға ұқсайтын бітім бар. Түсі тазылар түсінде емес, қасқыр түс. Дене жүні ақ сарлау келгенде, маңдайы шаңқиған ақ маңғыл қасқа болатын. 2 көзі шатынап, шарасынан шығып тұрғандай үлкен. Үнемі от шашып тұратын қып-қызыл көз. Ашу да, ерлік те бір өзінде. 2 шекесі торсықтай деп жүретін аңыз қыларлық. Бұның да жотасы күлдіреуіштей. Құйрықтан ауыз омыртқаға шейін дөң сияқтанып, күдірленіп, дөңкиіп тұрады. Оның үстіне шеке мен мойын
тұп-тұтас болып келіп еді. Шеңбер төске қосылған. Алдыңғы жағы арыстан бейнесіне ұқсайды. Ақ қасқа өте қабаған. Сіркесі су көтермейтін долы, ызалы. Сондықтан ауылға келгенде шынжырдан босамайды. Далаға алып шығып, аңның ізіне салғанша, жә қарасын көрсеткенше, ұзын кендірден босамайды. Әйтпесе жолда кез келген иттерге де соқтыға береді. Итке келгендегі жалпы әдеті өзі барып таласпайды. Бірақ ауылдың көп иті алдынан шығып, быжғылдап үрі беріп, айналасын қамай бергенде, яки біреуінің жұлып қашқан тісі тигенде құтырып кетеді. Ондайда топ иттің ішіндегі ең үлкен төбетті секіріп барып, құлақ шекеден алып, топ еткізіп соғып, жаншып жібереді. Кісі айырмаса астына түскен итті өлтірмей шықпайды. Өзі жүрген жерде өзге иттің еркелігін көтермейді. Күзден бері Қасен ауылының 2-3 сақ төбетін өлтіріп салды. Қатты ашуланып, ашқарақтанып кеткенде иесін де қауып жібереді. Күздігіні үй ішінде сойып жатқан қойдың етін жегізбей ұмтылғанда, Қасенді де 1-2 рет қолынан ата түсіп қауып алған. Күн екіндіге жақындап қалды. Ақ қасқа ізбен әлі жүріп келеді. Жерден бас алмайды, тоқтамайды. Аңшылар Қарадырдан 5-6 шақырымдай ұзап шықты. Қасқырдың бүгінгі беті Тастықұдықтан да өтіп, Ақсораңдағы жылқыға қарай тартты. Ақсораңда 2 қос жылқы жатыр еді. Айналасы аласа белес, қалың тобылғылы үлкен шұбар еді. Соның ортасындағы жадағай жалғыз биік Ақсораң. Қасқырдың осылай беттегенін білген соң, аңшылар ақылдасып тұрып, Аққасқаны шақырып тоқтатып алды. Мұның мойнына кендір тағылған соң, барлық жұрт аяңдап Ақсораңдағы қосқа тартты. Бүгін түнде сонда қонып, ертең-ерте жылқышыларды жүйрік ат айғырға мінгізіп алып, қалың топ болып қуыспақшы болды. 2 қостың бірінде Қасен ауылы мен барлық Қарадырдың да жылқысы бар еді. Жігіттер сол өз қостарына келіп қонды. Қоста түні бойы тынымсыз қызылы, лаулаған әңгімелер болды. Мол асылған семіз ет қонаққа да, жылқышыларға да көңілді желіктің шарт еді. Қормаштың өлімі де көп уақыт әңгіме болды. Қасендер келісімен-ақ барлық жылқышы мәлім етті. Өткен түнде Көкшолақ жылқыға шауып, бір жабағыны жеп кетіпті. Жалғыз өзі бір семіз жабағының жарт етіне жақынын жепті. Бұл не деген жалмауыз екенін білмейміз, кеңнің деп қос басшысы сөйлеп еді. Ол ұзаған жоқ. Ол болса, осы Ақсораңның айналасынан табылады. Соңғы уақытта қасқырдан тыныш едік, осы жалғыз қасқыр кешеден келіп араласты. Әзі тайдың ізіндей, анау күнде келіп бір тай жеп кетіп еді. Іздегендеріңнің өзі сол, елмен қосқа кезек тиеді. Бір көпір сырқынды, бәрін істеп жүрген сол. Енді әттең дүние, соны ғана бір қолға берсау деп, жабағысы желінген Бейсенбай жылқышы кіжінді. Жатарда ақ қасқаға азын аулақ құрт пен жылы жұмсақ ет берілді. Жұрттың бәрі айнала үйіріліп соны күтті. Бірақ тар үйде көп бөтен кісінің ортасында ақ қасқа жиі ашу шақырады. Шынжырмен байлаулы жатып, кей-кейде арс етіп, от айналасындағыларға тап береді. Көп уақыт қорылдап, гүр-гүр етіп тұрып алады. Отқа қарсы қараған көздері ашумен қанталап шатынап кетеді. Қараңғыла көлеңкеде жатқанда 2 көзі қып-қызыл шамша жанады. Ақ қасқа арылдағанда алдында отырған Бейсенбайдың жотасы мұздап, еті тітіреп кетеді. Ентелеп ілгері жылжып, отқа қарай мінбелей береді. Таң қылаңдап келе жатқанда барлық аңшы мен көп жылқышы атқа мінді. Жарап жүрген бедеу биелер мен жүйрік айғырлар түн ортасында ұсталып, тоғын қашырып алып еді. Жұрттың бәрінің қолында сойыл, шоқпар, сатыр-сұтыр етісіп, қостан желпіне шығысты. Ақсораңның етегіне таман келгенде Қасен 11-12 кісілік жиынды 4 бөлді. Өзі ақ қасқан алып, Ақсораңның дәл биігінің басына шығатын болды. Өзгелерді тау мен ұсақ адыр, қалың шұбарды айнала қоршап алып, жан жағынан саумалап, Ақсораңның биігіне қарай қағып шық деп таратып жіберді. Қыстың күні алыстағы ақ жотадан қызарып шығып келе жатқанда, барлық аттылар жан жаққа қарай шашырай жөнелді. Ақшақар желе шауып жөнелгенде, жүйріктердің аяқтарымен есіліп үгіліп борай түсіп жатты. Қасен аяңдап, биіктің басына қарай тартты. Жолшыбай 2-3 жерде ақ қасқаны сартып, аунатып, баптандырып алды. Сонымен жарты сағаттан артық уақыт өткенде биіктің басына келіп шықты. Дәл биіктің бір иек артпа иығына атын тастап, өзі ақ қасқамен бірге жаяулап келіп, 1-2 шобаның ығына келіп отырды.
айналасының бәрі де көрінеді. Тау басында желдетіңкіреп ызғырық соғады. Күн әзірше суықтау. Аққасқаның астына ертеден қамдап алған киізін төсеп, өзінің ығына жатқызды. Айналаға аққасқа да анда-санда бойлап жағалай қарайды. Қасен бұны баулаған иесіне ішінен бас иіп алғыс айтады. Құрметпен еске алады. Өйткені аққасқа тау басында қазіргі отырыстың не мәні бәрін әбден түсініп, ұғынып отырған сияқты. Тыныштыққа бой ұрып жатуды ойлап тұрған жоқ. Күтіп отыр. Биіктен томағасын тартқан қырандай ізденіп, бағып отыр. Жан-жақтағы қағушылардың бәрінің де алдына қарап өтеді. Кейде түрегеліп те жан-жаққа көз жібереді. Кешегі жабағыны жеген көксерек екені рас еді. Кеше жартысына жақынын жесе, бүгін өткен түнде сол жеріне барып, тағы да қалғанын тоя жеп алып, енді Ақсораңның етегіне келіп, бір жартасты боз қарағанды қиындау сайда ұйықтап жатыр еді. Құлағына алыстан бір сарын естілді. Елсіз тыныш тауда таңертеңгі ауа дыбыс атаулының барлығын екілендіріп көтеріп тұрған. Оянып, жүресінен жатып қарғапты. Сөйткенше сатыр-сұтыр еткен ағаш даусымен тастақ жерді тасырлатып басқан ат дүрсіл естілді. Түрегеліп барынша керіліп алып, екі аяқтың иісі сезілді. Бүлкектетіп жотаға шықты. Содақ екен арғы беттен құлап келе жатқан екі үлкен қара айғайды салып тап берді. Көксерек жалт беріп жотаның тасасына түсе сала, сайды жалбылап жоғары қарай салды. Қолында шошайған сойылы бар, астында қатып қалған ақ бедеу бар. Бейсенбай ағызып жотаға шығып, тағы да айғай салып, өрге қарай тасырлатып шапты. Бұл уақытта көксерек сонша саспаса да, кейде көсіле шауып, кейде құлағы жалбырап, селектей түсіп, Ақсораңның жонына қарап асып еді. Айғай жақын жерден шығып қалғанда Аққасқа атып тұрды. Қасен бұны кендірінен сүйрете барып, атына шапшаң міне сала, айғай шыққан бетке қарай ағызып отырып, сол жақтағы жотаға шықты. Қарсы алдында оқ бойындай жерде сары жотаның дәл үстінде артына бұрылып қарап, тақтайыншадай бір көк шолақ тұр екен. Жотасы күдірейген, құйрығы шоп-шолақ, бойы тау басында тайдай көрінді. Ертегінің көкжалы. Жотаға шыға бері Аққасқа да көрініп, атылып, секіріп кеп кетті. Ақырын ғана айт деп қалып, бәйгі керге Қасен де қамшыны басты. Көксерек артына қарап тұрып, байқамай қалып еді. Бір уақыт алдынан шыға қалған сатыр-сұтырға жалт қарағанда, ағындап келе жатқан Аққасқа мен аттыны көріп, сол жақтағы ойға қарай ытқып қашып жөнелді. Бір сайға түсіп, жосылып барып, екінші оң жақтағы жотадан асып түсті. Соның ойына таман жақындағанда аттының дүбірі басылып қалып еді. Мұның құлап түскен сайы тіптік жар болатын. Бірақ дәл сол кезде артындағы қар жиі-жиі шықыр-шықыр басылып, бірдеме жақындап келіп қалды. Қашып келе жатып артына қарай алмады. Сол-ақ екен жаралы санынан бір мықты ауыз қауып түсіп, ойға қарай қатты жұлқып көтеріп тастады. Сол сәтте бұның жауы қасынан ағып өтіп кеп, алдыңғы омбыға екпіндеп барып, соқтығып өзі де құлап түсті. Аққасқаның жұлып кеткен екпінімен ет бетінен түсіп қалған көксерек енді атып тұрып тап берді. Бұрын Аққасқа мұндай жұлып өткенде, әсіресе ойдан төмен жұлғанда, қандай қасқыр болса да омақатып тұмсығынан шаншыла түсуші еді. Сондайда қапсыз мықты ауыз тұрғызбастан келіп, алқымынан жабысып қалатын. Бұл жолы олай болмады. Аққасқа өзінен бұрын тұрып, күрілдеп, ырылдап келе жатқан көкжалды көрді. Бұ да қарсы тап берді. Сол уақытта құлақ шекесінен тиіп қалған қышқаштай қатты темір ауыз жұлқып кеп жібергенде, ой жаққа қарай ытқып барып түсті. Бірақ Аққасқа жығылған жоқ. Тік етіп барып, төрт тағандап тұра қалды. Ептілік, ыңғайлылығымен ғана көкшолақтың аузынан шығып кетті. Көксерек тістегенде қамти тістей алмай, көбінесе терісінен ала жұлқып еді. Сол бетімен көксерек жотаға жүре бермекші болды. Өйткені артындағы дүсір тағы да естіліп қалды. Бірақ Аққасқа да қалмады. Ағындап келіп, ар жаққа шығып алып, көлденеңнен шапшып, секіріп келіп, көксеректі құлақ шекеден ала түсті. Көкшолақ бұл жолда жығылмады. Аққасқаны көтере жоғары шапшыды. Алғаш қалған жерден Аққасқаның аузы босап кетті. Екеуі бетпе-бет келіп шапшып тұрып, қаршылдасып ұстасты. Енді бірінен бірінің босап кетуіне жол жоқ. Бұл күй не қылса да біреуінің астына түсумен біту керек. Және етіне тістейіп, ашынып алған Аққасқа қазірде долылықтан өрттенгендей еді. Қасқырмен көп кездесіп,
Қырқылжың тарта бастағаннан бері қарай аққасқа бойына тіс тигенше онша өлерменденбеуші еді. Дәл қазіргі күй жалғыз тал қылына шейін қоздырып, күйдіріп жандырғандай. Көксеректе бағынадан қалыспаған итке енді шын ойынды бастаған. Екеуі шапшысып тұрған бетте біріне бірі құлақ шекеден де алқымнан да алғызбайтын болды. Алдыңғы аяқтарымен ұстасып тіресіп тұрып, сол сәтті аңдығанда екеуі де тез іс бітпейтінін ұққандай болды. Қозданған қан толқынып кеп, тағы бірден басқа шыққанда, аққасқа қарсы алдында арандай ашылып тұрған ауызға сақ еткізіп тістерін салып жіберді. Бұл қасқырдың төменгі тістері мен тілін қоса шайнағанда, қасқырдың жоғарғы азулары аққасқаның тұмсығының екі жағынан жоғарғы ұрттарына келіп кірш-кірш кірді. Ашулы тістер сытыр-сытыр, қарш-қарш шайнасады, әлі шапшысып тұр. Дәл сол уақытта жоғарғы жотадан шыға сала, төмен қарай кер атпен ақ бие де аңырап еді. Қасен мен Бейсенбай құдайлап, сойылдарын оңтайлап келе жатты. Өр жақта аққасқа шайнасып тұрған ауыздарын сілекей мен қан аралас ағып, сырылдап тұр. Аққасқа Қасен даусын ести сала, ойға қарай жұлқибырап қалғанда, Көкшолақтың келіп бұралаң етіп барып, дүрс етіп құлап түсті. Ауыздары бір-бірінен айырылған жоқ. Екеуінде де үн жоқ. Шайнасы үстінде желімдей қайнасып қатып қалған сияқты. Ең аяғы болымсыз болса да, тыныс алған дыбыс та білінбейді. Құдай, Құдай, я сәт, я аруақ, я ақсарбас дей бере, екі атты үстеріне жығыла-жығыла үйіле түсті. Аттары босанып шықты. Ойпырай, аузым деп келіп, Қасен жуан қамшының сабын Көксеректің көмейіне тығып жіберіп, мықтап, басып тұрып, жауының тұмсығын жоғары қарай қайырып жіберді. Аққасқаның қан басқан тұмсығынан Көкшолақтың тістері бір-бірлеп шығып кетті. Аққасқа сонда ғана бүйірін тартып тыныс алды. Бірақ әлі де жанын шығарғанша қасқырдың төменгі жағын күрт-күрт шайнап жатыр. Бұл кезде Бейсенбай да қара пышақты Көксеректің өкпесіне салып-салып жіберіп еді. Осы ит десті. Көксеректің жаны әбден шыққан соң, аққасқаны Қасен, Бейсенбай екеулеп отырып, зорға дегенде айырып алды. Құйрықтан қысып алып, алысқа сүйреп апарған соң ғана аққасқа есін жиды. Бірақ әбден әлсіргендіктен сол апарған жерге сілейіп жата кетті. Барынша шаршап талған екен. Ес жиған соң жұрт Көкшолақтың құлағына қарап отырып, бұрынғы кеткен Көксерек атты күшікті таныды. Құрмашты ойлап, кейбіреулердің көздерінен жасты шықты. Ауылға келгенде Құрмаштың әжесі боздап келіп, «Қураған-ай, неңді алып ем, не жазып ем, бауырына салып өсіргеннен басқа не ғып ет менің құлыным» деп, елді тегіс еңіретіп, Көксеректі басқа тепті.